Сәлем достар, бүгін осындай керемет тағам дайындайтын боламыз. Ең алдымен тартылған етімізге ұсақталған жуа, тұз, бұрыш, кориандр қосып араластырамыз. Қалаған пленкаңызға тартылған етімізді салып, колбасқа қылып ораймыз. Сонан кейін мұздатқышқа салып, қатырып аламыз. Қатқаннан кейін қалаған уақытыңызды алып қолдана бересіз. Картоп пюресін дайындайтын боламыз. Қайнап тұрған суға картопты кішігірім төртбұрышты қылып турап салып, 25 минут қайнатамыз. Осы аралықта мұздатқыштан тартылған еттен жасалған колбасканы алып, жұқалап кесіп, майға екі жағын қуырып аламыз. Картоп піскеннен кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, сары май және сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Міне пюреміз дайын болды. Енді тұздығымызды әзірлейміз. Баяу отта майға томат пастасын салып араластырамыз және оған қант қосамыз. Қант томаттың қышқылын басады. Сонан кейін су құйып, тұз, бұрыш дәміне қарай салып араластырамыз. Қайнағаннан кейін тұздығымыз дайын болады. Әрі қарай өз қалауларыңызбен әсемдеп ұсынуға болады. Мінекей тамағымыз дайын, өте дәмді, әрі жылдам дайындалынады. Дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Тамашалағандарыңызға рахмет.